Мен Санжар Жандосов атындағы Каскелен кәсіптік техникалық колледжінің 1-ші курс студенті Перзенова Айдана. Оқуға құштар колледжі жобасы аясында өзім оқыдым. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Қағидасы, мен жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романын оқуға ұсынамын. Негізгі тұлға Ақбілектің мұңы мен шері, сыры, күрделі тағдыры туралы кеңінен баяндалған туынды. Теңдікке ұмтылған, азаттықты аңсаған, зорлыққа мойымаған Ақбілектің өмірімен таныс бола аласыздар. Мен Санжар Жандосов атындағы Қаскелен кәсіптік техникалық колледжі 1-ші курс студенті Мұхтар Нұрсұлтан. Оқуға құштармын колледжі аясында өзім оқыдым, сіздерге де оқуға кеңес беремін. Кітап өте қызықты және оқуға тұрарлық. Махаббат қызық мол жылдар кітабы 1970 жылы жарық көрген. Соғыс кезінде жігіттің журналистік факультетін оқып жүрген қызға деген махаббаты туралы айтылған. Ерболдың Меңтайға деген махаббаты жайында жазылған. Санжар Жандосов атындағы кәсіптік техникалық колледжінің 1-ші курс студенті Өмірбаева Инжира. Оқуға құштар жобасының аясында өзім оқыдым. Сіздерге де сол кітапты оқуға кеңес беремін. Кітап өте тартымды, уақытыңыз бос кетпейді. Ағылшын жазушысы Джон Консвейфтің Гулливердегі саяхаты романы капитан Гулливердің дүниенің елге қызықты саяхаты баяндалады. Роман бір жағынан әлеуметтік саяси қарым-қатынастар жағынан өте өткір, роман терең ойға бастайтын, философиялық жағынан өте тамаша туынды. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Мен Санжар Жандосов атындағы Қаскелен кәсіптік техникалық колледжінің 1-ші курс студенті Тұрсынбаева Нұржанат боламын. Оқуға құштар колледжі жобасы аясында өзім оқыдым, сіздерге де ұсынамын. Қағидасымен осы кітапты сіздерге ұсынамын. Мен сіздерге ұсынған кітабым Оралхан Бөкеевтің «Ұйқым келмейді» атты кітабы. Ол кітапта айтатын болсам, Алтай өңіріндегі нәубет жылдары, яғни ашаршылық жылдары бейнеленген. Онда Еріктің әйелінің психологиялық тұрғыдағы тыныс тіршілігі суреттелген.